Сағынышпен еске алу. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда. Көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ып-ыстық жас келеді. Өздеріңді сағынып еске алғанда. Жылдар өтті дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе, рухтарыңа бас иіп еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеріне. Өмірден өткен жақындарымызды сағынышпен еске алу. Әкеміз Кулданов Шамшадин Смағұлұлы. Әкеміз 1941 жылдың 3 тамызында Түркменстанның Чарджоу қаласында дүниеге келген. Тағдырдың жазуымен бала кезінен еңбекке ерте араласып, 1948 жылы Ақтөбе облысы Ембі қаласына қоныс аударып, сол жерде білім алып азамат болып қалыптасты. Отбасында 6 перзенттің бірі болып, 3 қарындасымен 2 інісіне қамқорға бола білді. 1961 жылы анамызбен отау құрып, бізге қамқор әке, отбасының берік тірегі бола білді. Мәскеу қаласындағы техникалық училищеде білім алып, электр сварщик мамандығын меңгеріп, Мәскеу метросының құрылысына қатысуы, оның еңбекқорлығы мен жауапкершілігінің айқын дәлелі. Елге оралған соң тынымсыз еңбек етіп, еңбегі жоғары бағаланып, алғыс хаттар мен құрмет грамоталарына ие болды. Көп жылдар бойы соттың халық алқасы мүшесі ретінде ел сенімін абыроймен ақтады. Балаларының жоғарғы оқу орнына түсуіне мүмкіндік жасау мақсатында 1982 жылы Ақтөбе қаласына қоныс аударды. Осы қалада еңбек жолын жалғастырып, АСМУ мекемесінде жоғары санатты бригадир болып, өз ісінің нағыз шебері атанды. Қарапайымдылығы, еңбекқорлығы мен адамгершілігі арқылы әрдайым айналасына сыйлы болды. Әкеміздің жылы жүзі, ақылға толы сөздермен бізге деген шексіз мейірімі жүрегімізде мәңгі сақталады. Анамыз Кулданова Жайшылық Сәрсен қызы. 1944 жылдың 12 қыркүйегінде Мұғалжар ауданы Новая Жизнь, қазіргі Құмсай ауылында дүниеге келген. Отбасында 7 ағайынды болып, еңбек пен тәрбиенің мәнін ерте түсініп өсті. Еңбек жолын алғаш сауда саласында бастап, кейін Ембі қаласындағы лимонад цехында меңгеруші қызметін атқарды. Одан әрі ет, сүт зауытында жұмыс істеп, кейін Ақтөбе қаласында түрлі жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Ақтөбе қаласына қоныс аударған соң 41 разъезде меңгеруші болып қызмет атқарып, кейін РСУ профтех образование мекемесінде басшылық қызметті абыроймен атқарды. Саналы ғұмырын адал еңбекке арнап, сол жерден құрметпен зейнетке шықты. Анамыз мейірімі шексіз, жүрегі кең, отбасының шуағы болған жан еді. Оның ақ пейілі, қамқорлығы мен жылы сөзі әрдайым бізге күш беріп, өмір жолымызға бағыт бағдар болды. Мейірімнен қаланған біздің үй, бақыттан жаралған біздің үй, әр атқан таңыңа шүкір деп, ұйқыдан оянған біздің үй. Әкешім, анашым сағындым, үйімнің ауасын сағындым. Мұра сол атам мен әжемнің, куәсі балалық шағымның. Әкемнің
иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асырсап ойнағам есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Шаттықтың шырағы біздің үй, бақыттың бұлағы біздің үй. Жүрегім жылылық табатын, жанымның жұмағы біздің үй. Жұлдызы самғаған жақұт түн, осында ордасай бақыттың. Әкешім ертеген жүйріктей, самырап өткен ай уақыттың. Әкемнің иісі есімде, анамның дауысы есімде. Алаңдап күтумен тұрғандай, екеуі өмірдің көшінде. Қазаның қайнаған есімде, асырсап ойнаған есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Қайнаған есімде, асырсап ойнағам есімде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде. Бәрі де сақтаулы тұрғандай, біздің сенің де есіңде.